қиямет күні біз Аллах тағаланың алдына барған кезде Алла тағала жаңағындай сылтау айтып көп сөйлеймін деген адамның аузын жабады екен. Сол аузын жапқан кезде дене мүшелер сөйлейді екен. Ва ташхаду алейхим әлсинатухум. Тілдері сөйлейді дейді. Тіл өзіне қарсы сөйлейді дейді. Мынау көп сөйлеген деп қараңыз. Сен бердің мені бағындыруға, бойсындырып бердің, бұл басқа жаққа бойсындырды дейді мені. Ва айдихим. Сондай-ақ ана қолдары сөйлейді дейді. Сондай-ақ ва арджулухум, аяқтары сөйлейді дейді. Фуссилат сүресінде деп Алла айтады: "Ва яума юхшару аъдауллахи илан-нари фахум юзаун." Алланың дұшпандарын тозаққа қарай жинап, сапқа тізіп қойған кезде дейді. Хатта иза ма жауха, сол тозақтың алдына келген кезде шахида алейхим самухум ва абсарухум ва жулудухум. Ол аятта басқа мүшені айтып жатыр. Мына жақта жаңа мысалы тіл, қол, аяқты айтса, Фуссилат сүресінде нені айтады? Көздері және құлақтары, сосын терілері дейді. Тері. Мына тері жасырылу керек болған ғой. Ол жасырылмаған. Ол сөйлейді екен, хақысы бар екен сөйлеуге. Не сол тері сөйлейді дейді. Сонда олар айтады дейді. Терілері сөйлеп атқан кезде қолу лима шахидтум алейна. Мыналарың не? Неге бізге қарсы сөйлеп атсың деп терісіне айтады дейді. Сонда терілер айтады дейді. Қолу антақаналлаху аллази антақа күллі шей. Күллі нәрсені сөйлетуге құдіретті Алла бізді де сөйлетті ғой бүгін дейді. Енді осы сөйлейтін нәрселерді ата айтады. Ма кунтум тастатируна ан яшхада алейкум самаукум ала абсарукум ала жулудукум. Сендер жердің бетінде жүрген кезде ойламадыңдар дейді. Мыналардың бәрі сөйлейді деп дейді. Қарасаңшы. Валакиннакум зонантум анналлаха ла яғламу касиран мимма та'ламун. Сендер ойладыңдар дейді. Істеген істерінің көбісін Алла білмейді деп. Қараңыз. Алла Тағала солай біледі, тіпті мына терілер сөйлеп береді екен бәрін. Заликум зоннукум лази зонантум бирраббикум ардакум фасбахтум минал хасирин. Бұл сендердің дүниедегі шайтан үйреткен ойларың еді дейді. Алла Тағала көп нәрсені білмейді. Яғни адам көрмесе болды дегендей мәселелер. Бірақ әлемдердің Раббысы көріп тұру деген нәрсе ең қиын амал болып қала береді екен мұъмин үшін. Өмірінің аяғына дейін. Өйткені тақуалықтың ең қиын кезі жалғыз қалғандағы кез екен. Міне сондықтан осы нәрсеге пайғамбарымыз саллаллаху сұралған ғой. Осы дене ағза мүшелердің барлығы сөйлесе, ең әуелгі не сөйлейді деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Аувалу ма ятакалламу минал адамии фахизуху ва каффаху." Адам баласынан денелердің ішінен ең бірінші сөйлейтін нәрсесі сан еті дейді. Көрдіңіз бе шайтан неге ашқызады бұны қыздарымызға? Неге со жақтан бастайды? Сан ет сөйлену үшін ашылып жатыр екен ғой қоғамда. Қараңыз, сосын қолдары дейді. Қолмен ұстайсың бөтен біреуді. Қандай нәрселер бар. Ең әуел осы екеуі сөйлейді дейді. Міне қыз балада Тағала әуелгі жаратқан кезде адамгершіліктің негізімен ұялу сипаты тұрады. Сосын Алла Тағаланы танымайды. Алла Тағаланы таныстырып жүрген ешкім жоқ үйінде. Сонымен жаңағы қасындағы құрбылары келеді. Кеттік, кешкі вечерге барып қайтайық дейді. Ол басында ұялумен істейді. Жоқ, мен бара алмаймын, ұялам. Неменесін ұяласың, модадан қалып атсың, кеттік. Сосын қысылып барады о жаққа. Қысылып барады. Сосын келесі жолы барған кезде киімді шешуді үйретеді олар. Оларға бәрібір ақырет бар ма жоқ па ешкім білмейді нәрсені. Міне. Содан жаңағындай оған енді сен басқаша киім ки, әйтпесе жігіттер қарамайды. Сонымен ол әрең дегенде киеді оны. Ұят киімі шешіліп жатыр іштегі. Ол білмейді оны. Сөйтіп барады, бір рет барады, екі рет барады, ұят киімі шешіледі де, ана жақта билеп кетеді. Осылайша Алланы танымайтын жігіттер мен Алланы танымайтын қыздардың арасында арсыздық басталады. Ол арсыздық сияқты емес, ол дамыған заман. Ол көз ашықтар,
аналары қараңғылар деген мәселе болып отыр да. Осындай дәрежеде әсемдейді дейді. Алла тағала жаңа Фуссилат сүресінде айтады: "Ва қоййадна лахум қуранаан". Біз олардың алды-артына адам мен жаңағы жыннан болған шайтандарды серік қылып қосып қойғанбыз дейді соларға, иман келтірмегендер үшін. Фазайяну лахум, оларға әсемдеп темаға айналдырды дейді өмірдің бұл қырын. Көрінбеді? Фазайяну деген сөз бүгінгі тілде тема қылып жіберді деген сөз. Мәбәйна айдихим ва ма хальфахум, қорықпай-ақ қой, әлі жассың ғой, үлгересің. Алдындағы қарашы қандай керемет. Міне, анау қызды көрдің ба, анау жігітті көрдің ба деген тақырыптар кетеді. Қандай нәрселер деген. Өстіп кетіп жатыр күллі нәрсе. Алла Құранда айтып жатыр. Ва хаққа алейхимул қаулу. Егер одан тыйылмаса дейді, онда менің азаптаймын деген сөзім бастарына келіп орнайды дейді. Талай үмметтерде өткен дейді бұл.